жолда қалдыруға болмайды. Бізді күшпен таратса да, рухымыз бен сана сезімізге тие алмайды. Ол қазақ идеясы елдік миссия. Сол жолда олар аямай еңбектенді, бастарын бәйгеге тікті. Қайтсек те қазақты ел етеміз, дамыған елдерге теңестіреміз деген ниет болды. В 1903 году, когда Халел оканчивает училище в Уральске, он поступает в Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию, где он проводит 6 лет своей жизни. Первое, это почему мы считаем важным рассказать об этой личности. Какой вклад Халел Досмухамедов внес в историю и почему важно помнить этого человека. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақшылдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз, болады ақыл қазақ. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, діл нашарлап халқарам боп, қарағым, енді жатып жарамасты. Жас қырандар балапан, жайып қанатым туған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Оған кәйбіңсіңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шошпа, бер дұшпанын өсіңіз. Талап, еңбек, терең ой. Қанағар, рақым, ойлап қой, бес асылыз, көсіңіз. Қазақ әдебиеті және қазақ тарихы сыныптарында ілімі тұратын болады, сондықтан қарап жүріңіздер. Бұл жалпы көпшілікке өзіміздің жасаған бір жақсы жоба болды. Неге өйткені бұл көпшілікке өзіміздің 33 ұлттық құндылықты қамтиды.